жатырмын, прикиньте, мынаны қараңыздар, мен қалай келатырмын бетінде, мықты қараңыздаршы, жынды ғой мына. Мен қанша жерде Майнкрафтта профессионал болсам да, мынандай судың бетінде былай мұзбен былай жүруге болатынын білмеппін. Және біз бүгін өте қызықты, бағана өзіңіз көргендей сиқырлы аяқ киім жасайтын боламыз. Бұл гайд видео, және де маған Человек-паук деген мынандай бір өрмекші көмектесетін болады. Бұл ешқандай да модсыз, жоғарғы версияларында, төмен версияларында жасай береді деп ойлаймын. Ең бастысы сіздің жаңа Майнкрафт версияңызда Морозная поступь 2 деген зачарованная книга. Сиқырлы кітап болу керек. Морозная поступьті енді қазақшаға аударамай. Морозный деген мұзды бірдеңке, мұзды пол бірдеңке, сондай бірдеңке. Короче, мен міне керек заттар дайындап қойдым. Ең бірінші етік, ботинки керек, аяқ киім керек. Бірақ оның қандай болса да бізге бәрібір жасай береді. Сондықтан мынаны қараңыздар, енді мына жаққа бүйтіп қойық. Не деп қойсақ болады, атын қазынан қараңыздар. Және қайталап айтам, бұл ешқандай да мод емес. Атын сиқыр деп қойық, ешқандай да мод емес. Смело қайталай беріңіздер, смело лайктарыңызды басып отыра беріңіздер. Мынаны қараңыздар, менің аяғымда әрине бар. Жарайды, екіншісін кесіп алайықта, мынаны алып лақтырып жіберейік. Міне қараңыздар. Егер біз суға жақындайтын болсақ, мынандай мұздар пайда болады да, сосын олардың бәрі былай сына бастайды, шытынап жоқ кетеді. Егер қайттан келсе, қайттан жасалып қалады. Сондықтан мұздың бетін быт-шытын шығарамын деп, оның бәрін, океанның бәрін, мұхиттың бәрін жоқ қыламын, потом ойнау қиын болады, лагать етеді десеңіздер, қателесесіздер. Дымды лагать етпейді. Өте күшті жасалған. Мынандай версия, төменгі версияларында да, менде жаңа версияларында, бірақ төменгі версияларында бұндай істейді. Егер видео ұнаса, онда лайктарыңызды басып, каналға тіркеліп, мені қолдап қойыңыздар. Ал енді не деп айтам? Қош сау болыңыздар.